ол қаңғып кеткен ирандықты естері жоқ. Қайтадан сол орыстың сасық қолтығына тағы кеп тығылды. Біз де көп көріп үміттеніп едік. Мына Иран Ресейден алшақтап батысқа келетін болса, мынау қазақтың Каспий теңіз арқылы, Иран арқылы мұнай газ сатуына бір дәліз ашылатын болды деп қуанып едік. Ол қуанышымыз су сепкендей басылды. Иранның билеуші табушын алғанда батыстың демократиялық жүйесінен гөрі орыстың диктатуралық жүйесі жақсы. Енді орысың қазір ол да оңай болмай тұр. Мына Үндістан, Аргентина, Бразилия, Қытай, Пәкістан осы орыстың арзан мұнайын алып жатыр. Ал ол қанша арзан, бірақ айту бұл туралы ашық ақпарат жоқ. Әлемдік нарықтағы мынау мұнайдың бүкіл ашық нарықтағы бағасынан әлде қайда арзан бағаменен орыстың мұнайын алып жатыр. Бұл бір. Екіншісі, олардың Ресеймен ортасында анау халықаралық есепшоттан есепшотқа аударатын халықаралық долларлық жүйе емес. Бұлар енді мына Біріккен Араб Әмірліктерінің дирхамын қолданып жатыр. Енді осыдан байқасаңыздар болады. Доллардан бас тартып отыр. Бұл баяғында Каддафидің замандағы Каддафидің арманы еді. Бұл баяғыдағы Ирактың бастығы Садам Құсайынның арманы болатын. Доллардан бас тартып, мұнай мен газды жаңағы бөлек бір валютамен жасау. Сөйтіп бүгін Каддафиде тасталқан болды, Садам да дарғасылды дегенде, енді бұлар Біріккен Араб Әмірлігінің дирхамымен есеп айырып жатыр. Себебі енді Біріккен Араб Әмірлігінің ақшасына қарағанда, Дубайдың ақшасына қарағанда, Индияның ақшасы да, Қытайдың ақшасы да әлде қайда халықарада өтімді ақша. Бірақ олар Индияға да сенбейді. Индиядағы мынау Моди деген сұмырай, ол да әсіре ұлтшыл, әсіре жаңа адамдық құқыққа қарсы адам. Си Цзиньпин ол екі бастан сұмырай, диктатор. Сонымен енді бұлар сол Дубайдың ақшасын пайдаланып. Енді Дубайдың ақшасы да әлемде біраз үлкен орталықтарда өтетін ақша. Енді Си Цзиньпиннің юанына сенбей тұрғаны, ол ақшаны алғаннан дереу бір жерге айырып бастамайды, оны запас ретінде сақтайды, тағы бір тауар алуға жаңа қолданады. Соның бәрінде олар Қытайдың ақшасын сол принтерден шыққан салтитка ретінде көріп сенбейтіндігінің бір дәлелі, сөйтіп дирхамды пайдаланып жатыр. Енді Дубайда қазақтың қалың сұмырай жатыр. Назарбаев жатыр, Назарбаевтың інісі Болат Назарбаев жатыр, Назарбаевтың қыздары жатыр, күйеу балалары жатыр, қалың сұмырай сол Дубайда жатыр. Бұл Дубайың, былай қарасаң, анығында Дубайың Америкамен тым жақын болғанменен, олар өздерінше осы бір халықарада жаңағы арам ақша айналатын бір жерге айналып қалды Дубайың. Назарбаевтың жаңағы бәленбай миллиард долларға, біреу 5 миллиард дейді, біреу 1 миллиард дейді. Қалай болмасын, оған бәрібір сан цифр ғой ол. Қазақтың байлығын сол жаңағы Дубайдың азаматтығын сатып апты дейді. Міне, Дубайдың азаматтығын алып. Назарбаев енді араб. Назарбаев енді араб. Жаңағы енді сұмдық енді. Енді ана бір ютубте бір ажуа сурет жарияладық қой, Тоқаев. Назарбаевқа қарап назданып ән айтып тұр. Кетемін деп едің, тағы да бірдеме дедің деген сияқты. Сол кетемін деп едің, кетпедің, тағы да бірдеме дедің деп отырған тура сондай ажуа сурет сияқты. Бұл да енді бір Назарбаев сол Дубайға барып тығылып отыр. Сол қалың арамза сүмеле ұрғары қарақшы солардың жиналған жері болып тұр. Мың бір түн дейтін ертегіні баяғының баяғысында ақсақалдар айтушы еді ғой. Бағдат дейтін шаһар бар деп. Сонымен Шахаризада ертегісін бастады. Бағдат дейтін шаһар бар. Шаһар мың сан жер әлемнің қуы, ұрысы, байы, бағланы жиналады екен деп сол Бағдатты айтқандай, бүгінгі заманның Бағдаты сол Дубай болып отыр. Енді осы сұмырайлар жиналған жерге еңкеңдеп түріктің шалы барады екен.
Ол түріктің шалы ол жерде не істейді? Өзі НАТО-ның мүшесі, олардан қалың диктаторлардың қасына барып не қылмақшы? Ол да бір белгісіз әңгіме. Ол шалыңда өзі қай кемеге шығарын білмей жүр. Батыспен тым жақсы болайын десе, күрт мәселесінде қыспаққа түседі. Жаман болайын десе, НАТО-ның мүшесі, жақсы болып кетейін десе, батыс диктатураға қарсы, және біраз жаңағы дінге де қарсы, ал жаман болайын десе тағы солай. Сонымен шалың демократияға ары қарап, бері қарап, демократия сен жақсысың, бірақ мен тақты одан да жақсы көремін деген шал осы жолы мына қалың сұмырай диктаторлардың бас қосқанына барып қайтады екен. Ол да енді түсініксіз не болатыны. Бірақ қалай болмасын, әлемде үлкен бір финанстық, экономикалық шайқастың басы басталды. Енді қазір Украинге жаңағы Американың алсаралыққа 300 шақырымнан артық қататын зымырандары жеткізілді. Енді Украин өз жерінде отырып алып, кнопканы басып, Ресейдің енді 300 шақырым шекаралас жеріне дейін аталады. Демек, бұл жерде бірден айтуға болатын еді. 500-дікті неге бермеді, 1000 шақырымдықты неге бермеді. Ірі қалаларды бомбаласа Ресей әлде қайда тез тасталқан болар еді ғой деген әңгіме туады. Жоқ. Ресейді қансырату керек. Мына соғыстан Ресей жеңілдім деп не ымыраға келіп, тоқтаймын деп бас тарта қоймау керек. Ресей соғыста жата беру керек, әскер азая беру керек, қаржысы азая беру керек. Батыстың тактикасы осы. Ал Путин сұмырай оны білмей отырған жоқ. Білет, бірақ Путинге шегінерге жол жоқ. Путин сол жаңағы шегінерге жол жоқ, жаңағы қырсығып осы соғысты жалғастырғаннан басқа амал жоқ. Шегінсе, тоқтатса, Путиннің жаңағы бүкіл үгіт насихат өзіне қарсы жабады. Ресей халқы да шовинизммен қатты ауырады. Сол шовинистік имперлік ауруымен ауыратын, оның емде өнім бермейтін, рәгімен ауыратын сол халқына Путин сияқты есерсоқ дәл керек болып отыр. Жақсы, аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Естіп, тыңдап отырсаңыз, бөлісіңіз, таратыңыз. Әр қазақтың көзін ашайық. Әр қазақ саяси сауатты болса, онда біз де мына сұмырай жүйеден құтылып, бақытты баяшатты өмір кешерміз. Аман болайық.